Алматыда демалыс күндері өтетін жәрмеңкелерге келуші сан артты. Жыл басталғалы 274 жәрмеңке ұйымдастырылып, 500 миллионнан аса сатып алушы жиналған. Күннің ыстығына қарамастан өнімдер сапасын жоғалтпай, керісінше тұрғындардың оң бағасын алып жатыр. Олардың құны базардағы бағадан қаншалықты төмен. Бұл саудагерлерге тиімді ме? Әріптесім Айдана Шалқар анықтады. 2026-ның алғашқы жарты жылдығында сенбі мен жексенбіде өтетін жәрмеңкелерде 13 мың тоннаға жоқ өнім сатылып, келушілер саны 500 мыңнан асқан. Мұнда мыңнан астам түрлі тауар ұсынылады. Алматы қаласы, Алматы облысы және еліміздің өзге өңірлерінен жеткізілетін көкөніс, жеміс-жидек, ет, сүт өнімдері, жұмыртқа, бал, нан және кондитерлік өнімдер сөрелерде тізіліп тұрады. Қалалық жәрмеңкеге 300-ден астам ауыл шаруашылығы өнімін өндіруші тұрақты қатысып келеді. Менікі негізі ет, сүт, өнімдер, қымыз, шұбат, сол бағыттағы мал шаруашылығымен осы Іле ауданында айналысып отырмыз. Нарықтық бағалардан қарағанда біздікі 15-20%-ға төмен. Бүкіл базарлардан, басқа базарлардан қарағанда жәрмеңкедегі баға өте төменірек. Өйткені біз 2 күнге келгендіктен бәр өнімді сатып жүруге тырысамыз. Біз ярмаркада уже 20 жыл мына жерде сатып жатырмыз. Саат 6-дан бастап мына жерде ярмарка уже жұмыс істейді. Біз өзіміз дихандарымыз. Бәрін өзіміз егеміз. Арбуздар басталды, қауындар басталды, помидор, қияр, бәрін әкеліміз мына жерде сатамыз. 100 теңге, 150 теңге, 200 теңгеге дейін арзан болады біздің ярмаркада. Қазіргі таңда Әуезов, Алмалы, Медеу, Бостандық және Жетісу аудандарында әр сенбі жексенбі күндері тұрақты түрде жәрмеңке өтіп тұрады. Сауда-саттық тек 2 тәулікке жоспарланғандықтан тауарлардың барлығы балғындығын сақтайды екен. Сапасы жақсы болғандықтан 10 жылдай болып келіп жүрмін. Тек қана өз жерден аламын, молочный продукцияны өз жерден аламын, етті өз жерден аламын, өзінің отырғызған жеміс-жидектерінен аламын. Мен бала-шағам мысалы натуральный нәрсе жегенімді қалаймын. Айта кетейік, қазір жәрмеңке алаңдарын жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Бостандық ауданындағы Қазақфильм шағын ауданында және Әуезов ауданындағы сауда-саттық аумақтары жаңартылуда. Нәтижесінде жәрмеңке кәсіпкерлерге де, сатып алушыларға да анағұрлым қолайлы болмақ. Айдана Шалқар, Хангелді Ахметхан, Алматы телеарнасы.